Ажал бізді қуып келе жатқан жоқ. Ажал біздің алдымыздан қарама-қарсы келе жатыр. Осы нәрсені біз ұмытпауымыз керек. Сіз алдыға жылжыған сайын ажалға жақындап келе жатқандығыңызды ұмытпауыңыз керек. Сол үшін ертең кім бар, кім жоқ бір Алла біледі. Барынша бүгін Алла тағала сізбен бізге мүмкіндік беріп тұрма, сол мүмкіндікті біз не істеуіміз керек, жібермеуіміз керек. Мінекей сол үшін де осы айды, осы күнді көрсеткен Аллах тағалаға сансыз шүкірлер болсын, мақтау мадақтар болсын. Және де пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның үмметінен етіп шығарып қойған Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Себебі бұл үммет ең хайырлы үммет. Құранда Аллаху субханаху ва тааланың өзі бұл үмметке куәлік берген үммет. Кунтум хайра умматин ухриджат линнас ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar дейді. Сендер адамдардың ішіндегі ең хайырлы үммет етілдіңдер дейді Аллах тағала қасиетті Құранда. Адамдардың, үмметтердің ішіндегі әуелгі Адам алейхиссаламнан бастап қиямет қайымға дейінгі ең соңғы адамзаттың арасындағы ең хайырлы үммет етілдіңдер. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Бір-бірлеріңді жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тиясыңдар дейді. Мінекей сол пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның үмметінен етіп шығарған, бізді жаратып қойған Аллах тағалаға сансыз шүкірлер, мақтау мадақтар болсын. Себебі бұл пайғамбардың, бұл Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассаламның үмметі болуды армандаған пайғамбарлар бар. Мінекей сол пайғамбарлардың арманы сізбен бізге нәсіп болып тұр, қараңыздар. Сізбен бізге нәсіп болып тұр. Және басқа аятта Аллаху субханаху ва таала «Сумма урасна al-kitaba alladhina istafayna min ibadina» дейді. Мен бұл кітапты «Сумма урасна al-kitaba alladhina istafayna min ibadina» құлдарымның арасындағы таңдауларына мұра еттім дейді. Қараңыздаршы, Аллах тағала Құранда пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға не түсті? Құран түсті. Сол Құранда Аллаху субханаху ва таала Құранды мен құлдарымның ішіндегі таңдаулыларына мұра еттім деп тұр, қараңыздар. Сіз бен бізді айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмметін айтып жатыр. Мінекей біз осы нәрсеге не істеуіміз керек? Барынша лайық болуға тырысуымыз керек. Барынша лайық болуға тырысуымыз керек. Себебі бұл үммет ертең мұсылманы бар, кәпірі бар, дінсізі, діндары, имансызы барлығы қияметте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үлкен шафағатына қол жеткізеді. Абдулла Сиражуддин деген үлкен ғалым кісі өткен Шам өлкесінде. Сол кісі өзінің Мұхаммедун Расулулла деген кітабында, Мұхаммед Алланың елшісі деген кітабында бұл үммет сондай хайырлы етіліп жаратылғандығы соншалықты, бұл үммет басқа үмметтерден абзал болғандығы соншалықты, бұл үмметтің басқа үмметтерден артықшылығы жоғары болғандығы соншалықты, қияметте ертең махшарда тірілген кезде ешқандай үммет өзінің пайғамбары ешқандай үмметтің дінсіздерін шапағат етпейді дейді. Бірақ біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам мұсылманын да кәпірін де шапағат етеді дейді. Таңғаларлық нәрсе, қарап тұрсаңыз, қалай? Себебі бұл Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам кім? Пайғамбарлардың мөрі, ең соңғысы, реттік сан, тәртіп бойынша ең соңғы пайғамбар дейміз. Ал ең бірінші пайғамбар ол кім? Адам алейхиссалам. Адам пайғамбар, ең бірінші пайғамбар. Негізі реттік тәртіп бойынша ертең қияметте ең бірінші есеп қисапқа алынатын кім болу керек? Адам алейхиссаламның үмметі болу керек еді. Ал бірақ та пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның құрметі үшін пайғамбарымызға шапағат берілгендіктен әш-шафаатул узма, ұлы шапағат деген нәрсе бар. Ұлы шапағат ол осы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ертең қияметтің азабынан ертерек құтылу үшін ең бірінші есеп қисапқа алынады.
Ең бірінші есеп қисапқа алынады. Бұл дүниедегі дінсіздер, сол пайғамбардың бетінен алғандар, пайғамбардың соңынан ермегендер, пайғамбарды жамандағандар, пайғамбарды әртүрлі неше түрлі жаман атаумен атағандардың өзі осы шапағатқа ілігеді. Қараңыздаршы, осы шапағатқа ілінеді. Ертең олар тозақтың азабын көреді, бірақ оған дейін олар ахиреттің азабын басқа үмметтер секілді ғасырлап уақыт санап тұрмайды. Ең бірінші есеп қисапқа алып қаншама үмметті өзінің артында қалдырады. Мінекей осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ертең қияметте діндарды да дінсізді де өз шапағатына алады дейді. Қараңыздар, мінекей біз сол пайғамбардың Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның несі үмметі болып жаратылдық. Аллаға сансыз шүкірлер, мақтау мадақтар болсын. Аяттың жалғасында мен бұл кітапты өзімнің құлдарымның арасындағы таңдауларына мұра еттім дегеннен кейін Аллаху субханаху ва тағала бұл үмметті үш топқа бөледі. Олардың ішінде өз-өздеріне зұлымдық жасайтындары болады дейді. Олардың ішінде орта жолды ұстанатындар болады дейді. Алланың рұқсатымен, Алланың жәрдеміменен олардың ішінде жақсылықта озат болғандар болады дейді. Жақсы жолда, ізгі жолда озат болғандар болады деп Аллаху субханаху ва тағала осылай ары қарай бұл үмметті үшке бөліп отыр. Олардың ішіне өз-өзіне зұлымдық қылатындар бар. Олар кімдер? Олар әлбетте ең бірінші басында тұрған нәрсе ол әл-мисақтағы уәдесін, әл-мисақтағы сертін бұзғандар. Зұлымдық өзіне немесе өзгеге болады. Өзіне зұлымдық жасаудың ең шыңында тұрған нәрсе, ең басында тұрған нәрсе, Құранда Аллаху субханаху ва тағала біздің тәндерімізді жаратпай тұрып, жандарымызды жаратып алып, әл-мисақта не істеді? Бізден серт алды. Әләсту би роббикум, мен сендердің раббыларың емеспін бе деді. Мен сендердің раббыларың емеспін бе деген кезде біз не дедік сол жерде? Раббым, қалу бәлә, сен біздің раббымызсың, біз саған ғана құлшылық қыламыз, сенен ғана жәрдем сұраймыз, саған ғана бас иеміз. Жақсылық пен жамандық барлық нәрсе сенен деді. Сол жерде қалу бәлә, сен біздің раббымызсың деген сөзбенен осы нәрсенің барлығына біз не істедік? Серт бердік Алла тағалаға. Ал кейін Аллах тағала бізді жанымызбен тәнімізді бірге қайта жаратқаннан кейін пенделер пендешілігіне салып осы сертінен не істеді? Тайып бастады. Біреулер Құдайдан басқа нәрсені Құдай жасап соған табынды. Біреулер Құдайды жалғыз деп Құдайдың бар екендігін білсе де, оның жалғыздығына серік келтірді, оның сипатында серік келтірді, оның есімдерінде серік келтірді. Біреулер Құдай бар, Құдай жалғыз дей тұра не істеді? Құдайдан басқа нәрседен бір жақсылық пен жамандық болады деп білді. Мінекей осылай пенде сол әл-мисақта Алла тағалаға берген уәдесін тұра алмады, уәдесінен тайды. Осылай пенде не істейді? Өз-өзіне зұлымдық жасайды. Одан кейін өзгеге зұлымдық жасайды. Зұлымдық дегеніміз не? Зұлымдық дегеніміз ол әділдіктің антонимі. Әділдік ол иатау зи хаққин хаққаху, әрбір ақысы бар болған нәрсенің ақысын өтеу. Яғни сізге қатысы бар әрбір адамның, әрбір нәрсенің, әрбір жаратылыстың сіз ақысын өтеуге міндеттісіз. Қашан сіз сол ақысын өтемейсіз, сіз не істеген боласыз? Өзіңізден өзгеге зұлымдық жасаған боласыз. Сізге қатысты адамдар өте көп. Сіздің ата-анаңыз, сіздің бала-шағаңыз, сіздің әйеліңіз, сіздің бауырларыңыз, көршіңіз, достарыңыз, қызметтегі адамдар, басшы өзінің қол астындағы деген секілді. Мінекей, осының барлығы өздерінің бір-бірінің алдындағы міндеттерін өтемейтін болса, қасиетті шариғатымыз белгілеп қойған
пенде өзінен өзгеге зұлымдық жасаған болып есептеледі. Мінекей осыны Аллаху субханаху ва тағала бұл үмметтің ішінде фаминхум залимун ли нафс, олардың ішінде өз-өздеріне зұлымдық жасайтындары болады дейді. Және де уаминхум муқтасид, екінші жолдағылар, орта жолдағылар, олар орта жолды ұстанғандар дейді. Орта жолды ұстанғандар. Абдулла Сиражуддин рахимахулла осы аяттың түсіндірмесінде ол кісі айтады, орта жолды ұстанғандар олар парыз бен уәжіп амалына берік болғандар дейді. Парыз бен уәжіп амалына берік болғандар. Сүннет пенен нәпілді айтып жатқан жоқ. Сүннет пенен нәпілді айтып жатқан жоқ. Неге? Себебі парыз бенен уәжіптің өзіне берік тұрудың өзі оңай шаруа емес. Оңай шаруа емес. Парыз бен уәжіпке берік тұру, ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Неге екінің бірінің қолынан келе беретін оңай шаруа болса, мешіттеріміз жай 5 уақыт намазда лық толып кетпейді жұма намаздағыдай. Неге? Себебі бұл нәрсе Аллаху субханаху ва тағаланың пендеге құлға берген сыйы. Құлға берген сыйы. Мінекей осы нәрсе мынау сізбенен бізге бұйырып тұр, қараңыздар. Сізбенен бізге бұйырып тұр. Осы бұйырған нәрсені біз барынша Аллахтан табандылық тілеп, осы нәрсеге берік болуымыз қажет. Осы нәрсеге азу тісімізбенен жабысып, осы нәрседен айырылып қалмауымыз қажет. Бұл иман деген нәрсе сондай нәрсе. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қияметте дінді ұстау, шоқты ұстаумен бірдей болады дейді. Мінекей біз қазір сол кезеңде тұрмыз. Қазір бізді азғыратын, қазір бізді намаз оқығанымыз үшін жазғыратын нәрселер өте көп. Өте көп. Қоғам айнала жалпы намаз оқыған адамдарға, айнала дін ұстанған адамдарға, айнала діндарларға қарсы қоғамның ішінде қазір өмір сүріп жатырмыз. Исламофобия деген нәрсе қазір қатты өршіп тұр. Дінді жамандау, молдаларды жамандау, мешітті жамандау, дінге қатысы бар адамдарды жамандайтын сондай кезеңде өмір сүріп жатырмыз. Бұлардың арасында өмір сүру, дін ұстану сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, шоқ ұстанумен бірдей. Шоқ ұстанумен бірдей. Мінекей солардың арасында жүріп, парыз бенен уәжіп намазға берік жүру әлбетте бұл оңай шаруа емес. Оңай шаруа. Сырттай азғыратын нәрсе бар, іштей адамды азғыратын нәпсісі бар. Одан қалса қасында құйыршық құсап қалмайтын, жанында азғырып жүретін шайтаны бар. Мінекей осының бәріне төтеп беріп, парызы мен уәжібіне берік болған адам, ол иншалла осы орта жолды ұстанған адам болып есептеледі. Орта жолды ұстанған адам болып есептеледі. Және де үшінші деңгейлі, ол ең жоғарғы деңгейлі осы үмметтің несі адамдары, олар кімдер? Фаминхум сабиқун бил хайрат биизнилла. Олар Алланың қалауымен, Алланың жәрдеміменен жақсылықта озат болғандар дейді. Жақсылықта озат болғандар. Ол сол парыз, уәжіп амалдардың үстінен сүннет, нәпіл амалдарын парызға қарағандай қарайтын адамдар дейді ғалымдарымыз. Парызға қарағандай, уәжіпке қарағандай, сүннет пенен нәпіл амалдарға солай қарайды. Біз не дейміз? Сүннет қой, мейлі, ертең орындай саламыз, кейінге қалдырып қоямыз. Біреу бір нәрсені мұстахаб деп орындаймын деп жатса, мұстахаб емес па деген секілді жеңіл қараймыз. Бұның барлығы адамның осы мынау үш категорияның қайсысына жататындығын не істейді? Аңғартады. Көрдіңіздер ма? Алла тағала еш болмағанда жоқ дегенде бізді мынау орта жолды ұстанатын, орта жолды үмметтің қатарынан қылуды нәсіп етсін баршамызға. Аллах тағалаға сансыз шүкірлер болсын, бізді сол пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның үмметінен етіп шығарып қойған. Аллах тағала осынау Рамазан айын көрсетіп қойған. Рамазан айында мінекей ораза ұстауды нәсіп етіп қойған, соған күш қуат, қайрат беріп қойған, тауфиқ беріп қойған Аллах тағалаға сансыз шүкірлер, мақтау, мадақтар болсын. Алла осы естіп білгенімізге амал қылып, сол амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахим.